Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, тез дайындалатын осындай рогалики дайындаймыз. Бізге қажет сары май, сүзбе, творог, қант, разрыхитель, ваниль және ұн қажет. Алдымен ыдысымызға сүзбемізді саламыз, творогымызды. Оның үстіне сары майды саламыз. Сары май бөлме температурасында болған маңызды. Шанышқымен осылай еземіз. Қант саламыз. Ваниль салдым. Сіз салсаңыз да, салмасаңыз да өз еркіңіз, қалауыңызға қарай. Ұнымызды саламыз електен өткізіп. Және қопсытқыш саламыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырды жақсылап қайтарып илейміз. Жұмсақ әдемі осындай қамыр бізде пайда болды. Пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағат уақыт өтті бізде. Екіге бөлеміз осылай. Бір бөлігін жаямыз. Видеодағыдай кесеміз. Мен арасына осындай мейіз салдым. Сіздің қалауыңызға қарай жаңғақ салсаңыз болады, мейіз салсаңыз болады. Өз қалауыңызға қарай салсаңыз болады, салмасын. Видеодағыдай осылай ораймыз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырамыз. Бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей біздің рогалигіміз дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл өте әдемі болып шықты. Мен бетіне сахарный пудра септім. Мінекей асты да үсті де қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Енді тәрелкелерімізге салып ұсынамыз. Өте оңай, әрі тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға үй жағдайында жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.